Әріптестер, мен аты-жөнім Соленбаева Әлия Бақырқызы, педагог зерттеуші, магистр педагогпын. Мен өз тәжірибемен осы өзімнің білім жолымды бастағалы бері таңдаған шығармашылық тақырыбым жалпы 5 жобасындағы бағалау кестесін қолданудың тиімділігі. Яғни осыны қолдана отырып оқушылардың білім сапасын арттыру. Енді осыған осы жаңадан жиды енгізіп біріктіріп отырмын. Яғни 5 жобасының бағалау кестесі мен жи арқылы оқушы белсенділігін арттыру атты тақырыбымды таңдап алдым. Мұндағы мақсатым оқушылардың белсенділігін арттыра отырып, білім сапасын арттыру. Енді бұл жердегі 5 жобасындағы бағалау кестесі мына тура алдарыңызда тұрғандағы кесте осылай аталады. Бұл оқушылардың орында отыру ұяшығы деп мен қазақша ат қойып қойғанмын. Матрица посадочных мест деп аталады. Ары қарай. Жалпы бізде Бассерман жобасында көптеген карталар бар. Оның ішіндегі ең тиімді деп мен осы бағалау кестесін таңдап алғанмын. Ол бағалау кестесінің тиімділігі оқушыларды, бүкіл сыныптағы бүкіл оқушылар түгел қамтылады, ешқайсысы назардан тыс қалып кетпейді. Одан кейін бағалау анық көрінеді тақтада. Одан кейін оқушының белсенділігі артады, себебі өз ұяшығын баға қорымен толықтыру үшін әр оқушы белсенді болуға тырысады. Және үнемі сұраққа дайын жауап беруге дайын отыру керек. Ол жердегі жауап беру реакциясы 3 секунд. Яғни 1-2-3 дегенде оқушыға сұрақ қойылады, алдын ала сұрақтар тақтаға ілініп тұрады, немесе осындай панельдік тақтада көрініп тұрса болады. Сұрақты қалай дайындасаңыздар өз еркілеріңізде карточка арқылы да дайындауға болады. Енді сұраққа жауап беру реакциясы 3 секунд деп айтып отырмын. 3 секундта оқушы жауап берсе ұяшығына плюс қойылады. Егер жауап бермесе, келесі оқушыға сұрақ бағытталады. Келесі, бұл жерде біз өте уақыттан ұталамыз. Білетін оқушы өзі әрдайым сұраққа жауап беруге дайын отырады деп ойлаймын. Және бұл жерде өте тиімділігі басқа бөтен мектептерге барып, біз кез келген сыныпқа кіріп ашық сабақ өте аламыз. Осы кесте арқылы бағада қоя аламыз. Енді тапсырманы бағалауға келген кезде өте тиімді. Үй тапсырма бағалауда да өте тиімді. Жұптық тапсырмалар, топтық тапсырмалар, кез келген тест тапсырмаларын орындалған кезде өз тиімділігін алады. Және бұл жерде ол кестеде баға қою академиялық адалдыққа негізделген. Жұптық тапсырма орындаған кезде оқушылар бірін-бірі бағалайды ғой. Жаңағы жауапты көрсетіп қоямыз тақтада, сол арқылы оқушылар бірін-бірін бағалаған кезде академиялық адалдықты сақтау керек. Мен енді осы жерде бағалау кестесінің ішіне жиды енгізіп отырмын деп отырмын ғой. Жидің неше түрлі түрі бар. Жаңағы WordWall болсын, Telegram чат-боты болсын, кез келген квиз-боттарда біз тест тапсырмаларын құрастыра аламыз, немесе сұрақ-жауаптарды құрастыра аламыз. Оған да жауап беру арқылы оның да қорытындысын бағалау кестесіне енгізіп көрсете аламыз. Telegram чат-ботында мен үнемі лицей сабақтарында сабақ берген кезде және жай ашық сабақтарда қолданған кезде оқушыларға үй тапсырмасын қайталау мақсатында немесе сабақты қорытындылау, саралау тапсырмасы ретінде қолдануымызға болады. Оны да бұл Telegram чат-ботының өте тиімділігі әр жауапты белгілеген кезінде сол жауаптың, сұрақтың дұрыс немесе қате екендігі айқын көрінеді, және сол арқылы оқушылардың есте сақтауы артады деп ойлаймын. Өте таптырмас құрал ретінде қолдануға болады. Енді мен үнемі осындай жұмыстарды қолданып отырып, ашық сабақтар, өзімнің әдіс тәсілмен бөлісіп, үнемі ашық сабақтар, тренингтер жүргізіп жүрмін. Енді осының нәтижесінде мен биылғы сыныбым 10-шы Б сыныбы алғашқы 1-ші, 2-ші, 3-ші тоқсан нәтижесі бойынша 58-64-68% жоғарылап отыр. Осы жерде біздің мектепішілік талдаудың нәтижесінде өз әдісіңізбен бөлісіңіз деген тапсырмада келген болатын. Сол бойынша да осыған негіздеп болады. Өз әдісімен қалай жетістікке жеткенімді осылай сіздерге көрсетіп отырмын. Мына жерде менде осы математикалық сауаттылықты меңгертуде цифрлық құзыреттіліктің рөлі атты тақырыпта өзімнің білімді ұрпақ республикалық ғылыми журналына өзімнің журналға әдістемелік басылымға енгізген болатын жұмысымда. Мына жерде суреттерім көрініп тұр, және әр әлеуметтік желіде, Фейсбукта, Инстаграмда өзімнің жұмыстарымен бөлісіп отырамын. Осы арқылы, ссылка арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Енді қорытындылай келе, жалпы осы көптеген
бізге тиімді жасанды интеллектінің көптеген платформалары бар. Әрқайсысын қолданған кезде ең басты мақсатымыз оқушыларға жүйелі білім беру және үнемі қайталау оқу анасы дейді. Оның барлығы бізге өткен сабақтарды қайталауға, пысықтай отырып білімін арттыруға септігін тигізеді деп ойлаймын. Назар аударғандарыңызға рахмет.